Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге пайдалы арнасы. Бүгінгі видеода балды кімдерге жеуге болмайды, кімдерге пайдалы екенін айтатын боламын. Видео басталмай тұрып каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кімдерге бал жеуге болмайды? Бал адам ағзасы үшін пайдалы заттардың қайнар көзі. Оның құрамы көмірсуға, глюкоза, фруктоза және сахароза, А, С, Е, К және Б тобындағы дәруменге бай. Сонымен қатар органикалық қышқылды ферменттер мен темір, күкірт, калий, мыс, магний, фосфор, йод сынды минералдарды кездестіруге болады. Ағзамыздағы пайдалы заттармен толықтыру үшін құнарлы тағам, жеміс-жидек, көкөніс жемей-ақ балды тұтынсақ болды емес пе деген сұрақтардың туғызаңды. Алайда бал бәрімізге де пайдалы емес екен. Сонымен қатар кез келген уақытта да жей алмайды екенбіз. Балды кімдерге жеуге болмайды? Бал өте ауыр азық, сондықтан да оны ұйқы безі ауыратындарға, аллергиясы барларға, 2 жасқа толмаған сәбилерге, қызуы көтерілген науқасқа, асқазан ішек жолдары дұрыс жұмыс істемейтін адамдарға, жүкті әйелдерге және емізулі аналарға, қан диабетімен ауыратындарға, инфаркт пен инсульт алғандарға және де семіздікке шалдыққандарға бал жеуге қатаң түрде тыйым салынады. Балды қалай жеу керек? Бір мөлшерін білу маңызды. Тәулігіне ересек адамдар үшін 80-150 грамм, ал кішкентайларға 30-50 грамм бал жеу керек. Осы мөлшер ағзаны пайдалы заттармен толықтыруға жеткілікті. Егер құмарлығыңызды баса алмай шамадан тыс жеп қойсаңыз, жүйке жүйесінің зат алмасудың жұмысы бұзылып, қандағы қант мөлшері көбейеді. Салмағыңыз артып, аллергия мазалауы мүмкін. Екінші, таңертең және кешкі балдың құнарын бойыңызға сіңіргіңіз келсе, онда күніне 2 рет қабылдайсыз. Таңертең және кешке тамақтанудан 30 минут алдында жеу керек. Аш қарынға жегенде бал бойыңызға күш, қуат, сергектік сыйлайды. Нәтижесінде жұмысқа деген құлшынысыңыз артып, ал ұйқыға жатар алдында қабылдаған бал ұйқыңызды тыныш өтуіне септігін тигізеді. Егер 1 стақан жылы сүтке 1 шай қасық бал мен шымшым, даршын араластырып ішсеңіз, ұйқысыздық ауруынан біржолата құтыласыз. Үшінші, балды жылытуға болмайды. Балды қолданудың өз заңдылығы бар. Соның бірі жылытуды мәселесі. Балды жылытқан кезде, ыстық сұйықтықпен араластырған кезде бойындағы пайдалы заттарының бәрінен айырылады. Төртінші, балды аузыңызда ұзақ сақтаңыз. 1 шай қасық балды аузыңызға салып 1-2 секундтай ұстау керек. Сонда құрамындағы ферменттер бөлініп, көмірсу азаяды. Егер бірден ішке қабылдайтын болсаңыз, онда асқазаныңызда жаралап алуыңыз ықтимал. Бал кариестің пайда болуына себеп болады. Бал жеген соң міндетті түрде ауыз қуысын таза сумен шаясыз, өйткені балдың құрамындағы тәтті мен көмірсу тістің саулығына кері әсерін тигізеді. Бесінші, тамақпен бірге қабылдамаңыз. Балды қай кезде тұтыну керектігін білу маңызды. Кейбіреулер тамақтан кейін, енді бірі тамақтан соң деген пікірде. Ал біреулер тамақпен бірге қабылдауды жөн көреді екен. Бірақ тамақпен бірге қабылдаудың ағзаға зияны тимесе пайдасы жоқ. Біріншіден, асқазанға ауырлық түсіреді. Екіншіден, артық салмақ қосуға септігін тигізеді. Асқазан қышқылын анықтаңыз. Асқазан қышқылы қалыпты болса, балды тамақтанудан 30 минут бұрын қабылдау керек. Ал егер қышқыл төмен болса, онда 1 стакан салқын суға 1 шай қасық бал араластырып, тамақтанудан 10-15 минут бұрын ішіңіз. Асқазан қышқылы басым болса, жылы суға бал араластырып, тамақтанудан 1,5 сағат бұрын ем жүргізіңіз. Осы видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.